Түрксіб ауданы Алматы қаласының қақпасы іспеттес. Шаһарымызға келген барлық қонақтар әуежай немесе теміржол вокзалы арқылы келсе де, осы аудан арқылы қалаға қадам басады. Түрксіб ауданында жалпы 99 білім ордасы орналасқан. Оның 28 мектеп. 28 мектептің 2-і жекеменшік болса, 7-і жаңа типтегі мектеп болып саналады. Бұдан бөлек 3 мектептен тыс мекеме, 2 балалардың шығармашылық үйі және 1 музыкалық мектеп. Сонымен қатар 21 мемлекеттік және 33 жекеменшік балабақша. Сондай-ақ 10 шағын орталық бар. Жыл соңғы 3 жылдағы жеткен жетістіктеріміз бүгінгі күні білім сапасы, бізде білім сапасы 57,4, былтырғы оқу жылымен салыстырғанда 7,8-ге жоғары өсіп отыр. Енді мәселесіне келетін болсақ, все равно же итог работы, вообще это конечный итог, это выпускник. Алатын соңғы нәтиже ол біздің түлегіміз. Түлекті сол енді арқылы білесіздер, енді арқылы қазір бағалаймыз. Біздің осы соңғы 3 жылда ендіміз почти 15 балға өсіп отыр. Бүгінгі күні 2013 жылдың итоғы бойынша біздің ұбт-ның орта балы 98 балл. 82-ден 98 балға 2014 жылдан бері 82-ден 98 балға көтердік. Былтырғы жыл қорытындысы бойынша бізде 16 бала алтын белгі иегері, 52 бала қызылмен бітірді. Аудан білім бөлімінің және ұстаздардың ынтымақтаса жұмыс істеуінің арқасында мектептерде қыруар іс-шаралар атқарылуда. Білім сапасын арттырудан бөлек қосымша атқарылып жатқан мұндай дүниелердің бала тәрбиесі үшін маңызы зор екендігі анық. Жыл қорытындысы бойынша биыл 2-ші жыл 78-ші мектептің Айбын командасы әскери дайындықтан, Айбын дайындығынан бізде қалада 2 жыл қатардан 1-ші орын иеленіп, алдыңғы жылы 16-шы жылы, биыл 17-ші жылы Өскемен қаласына барып, Алматы қаласының қорғап келді. Алматы қаласының абыройын қорғап келді. Сонан кейін бізде жыл қорытындысы бойынша бізде 106-шы мектеп, ауданымыздағы 106-шы мектеп, базалық мектеп болып саналады. Жол жүру ережесі бойынша биылғы жылы қала бойынша жарыста сол радар командасы, 106-шы мектептің радар командасы қаладан гран-приді жеңіп алып, Өскеменге барып, Алматы қаласының намысын қорғап келді. Бізде Түрксіб ауданында спорт тәрбиесі өте жоғары қойылған. Соңғы 10 жылдың ішінде бүкіл жаз бойы, жаз айларында, балалар каникулда болған кезде, жаз демалыста болған кезде әкімнің кубогына 11 спорт түрінен жарыстар өткізіледі. 3 ай бойы график бойынша барлық мектеп қатысады, 26 мектептің бәрі қатысады, олардың бәрі ойнайды. Жеңімпаздарға әкім өзінің кубогын береді, әкім спорттық киім алып береді. Бүгінгі күнге 26 мектебіміздің бәрі спорттық формамен 100%-ға қамтылған. Осындай тынымсыз жұмыстардың нәтижесі де көп күттірмепті. Спорттық спартакиададан Түрксіб ауданының оқушылары 2015 жылы 2-ші орында тұрса, соңғы 2 жылда Алматы қаласы бойынша тек 1-ші орынды ғана иеленіп келеді. Биылғы жыл қорытындысы бойынша 106-шы мектеп, Түрксіб ауданының 106-шы мектебі қалалық 45-ші қалалық слетта жас жол жүргізушілер инспекторларының жарысында 1-ші орынды жеңіп алып, Өскемен қаласында қаланың намысын қорғап келді. Түрксіб ауданында бұдан басқа да ауыз толтырып айтарлықтай жетістіктер баршылық. Оның бәрін тізіп шығу мүмкін болмағандықтан, соның бір парасына ғана тоқталуды жөн көрдік. Түрксибский район по внедрению күнделік электронного журнала на первом месте, и всегда она была на первом месте. И вот если вы откроете сайт Кунделик.кз, в республике, в десятке школ, в республике 8 школ Турксибского района. Я думаю, это очень отрадно.
Там одна школа Таволжского района и одна школа Павлодарской области. И 8 школ в республике в рейтинге из 10 это школа Турксибского района. Это тоже мы вот со второй четверти полностью школа перешла на электронный дневник. Полностью можно посмотреть на сайте, открыть. Все мои 26 школы полностью перешли в электронный дневник. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Түрксіб ауданы ұстаздарының осы бір ине мен құдық қазғандай күрделі жұмыстарында тек сәттілік серік болсын деп тілегімізді білдірдік. Алмас Тұяқбай, Нұрсұлтан Ескендір, білім айнасы үшін Алматыдан.